Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар, бүгін сіздермен 30 параграфқа ықтималдықтың классикалық анықтамасы және статикалық ықтималдықта тақырыбына атауын және бұтауын есептерін қарастыратын боламыз. Қазір сіздерге атауын есептерін қарастырамыз. Енді сразу есепке бастап кетейік. Бүгін сіздермен формуласын жасап кетсек, ықтималдықтың дәл осы формуланы сіздермен есепте талқылайтын боламыз. М бөлінген n. М бізде қажет жағдайлар. N барлық жағдайды қарастырамыз. Барлық жағдай. Және осы бізде формуланы қолданамыз. Бүгінгі таңда енді қараңыздар, 31-ден есепті қарастырайық. 10-ні лақтырған кезде 1-ден 6-ға дейінгі сандар түседі. Төмендегі оқиғалардың ықтималын табыңдар дейді. Ойын сүйегі дегеніміз бізде жалпы нардының ойын. Нарды лақтыратын екі тасты айтады. Сол ойын сүйегі. Одан дейді біріншісінде екі санның түсу ықтималдығы. Бұл жерде біріншісінде екі санның түсу ықтималдығы бізде біреу ғана. Және P тең A M бөлінген N. Мұнда бізде қажет жағдай біреу ғана түсу. Бізде M бір рет ғана және жалпы 6 сан бар. 6. Сонда бізде не болады? Жалпы бізде екі санның түсу ықтималдығы 6-тан 1-ге тең болады. Екіншісі бір немесе екі санның түсу ықтималдығы. Бір немесе енді ода 1, 2, 3, 4, 5, 6 деген 6 жағында 6 сан болады. Және 1 мен 2-ның түсу ықтималдығын кәсідерге былай жаза салайын. P тең A M бөлінген N тең. Енді M 1 және 2 сан. Бұл жерде бізде қажет екі жағдай болып тұр. Жалпы жағдай бізде 6. Сонда екеуін 2-ге қысқартатын болсақ 3-тен 1. Жауабы 3-тен 1. Келесі. 4 немесе 6 санның түсу ықтималы. Бұл да дәл осы секілді. M бөлінген N тең. Бұлда да екі жағдай қарастырамыз. Жалпы 6 жағдай. Сонда бізде 3-тен 1. Келесі. жұп санның түсу ықтималы. Ал қараңыздар, бізде онда жұп сан 2. 4 десе P тең A M бөлінген N. Жұп сан бізде 2, 4, 6. Және жағдай бізде 3 жағдай болады. Жалпы жағдай 6. Сонда бізде 3-ге қысқартатын болсақ 2-ден 1. Бізде жауап 2-ден 1. Келесі. 31-дегі есептің асы. Қорапшада 2 ақ 5 қызыл шар бар. Қорапшадан келесі алынған шарларды ақ, қызыл немесе жасыл болуын ықтималы табамыз. Бізде жалпы шар n-де болсақ, барлық жағдай 7. Енді біріншісін қарастырайық. Бір ақ болу керек. Түсінікті, бізде ақ болу керек. Бірді ақ болу ықтималы. P тең A M бөлінген N. Бізде M болмағандықтан бұл жерде қажет жағдай ақ. Түсінікті, бізде ақ бізде нешеу? 2. Жалпы N бізде 7. Сонда бізде ақ түсу ықтималдығы 7-ден 2 болып саналады. Екіншісі қызыл болуын түсу ықтималы болуды дәл осы секілді аламыз. M бөлінген N. Қызыл шар бізде қажет жағдай 5. Ал жалпы 7. Енді бізде бұл жерде қызыл шар түсу ықтималдығы 7-ден 5. Енді бізде үшіншісін қарастырайық. Жасыл болуының ықтималын табыңдар дейді. Мұнда бізде қараңыздар, қазір жазып алайын. Жасыл болуының ықтималдығы. Жасыл болуының ықтималын сұрап тұр. Бізде жасыл шар жоқ бұл жерде. Түсінікті, бізде оны 0 аламыз. Жалпы 7. Сонда бізде 0. Бізде жасыл болуының ықтималдығы 0 болады. Енді әсін қарастырайық. Әсін қарастыратын болсақ, қорапшада 4 қызыл және 7 көк шар бар. Қорапшадан кездейсоқ алынған бір шардың қызыл, ақ емес көк болуының ықтималын табыңдар дейді. Енді жалпы бізде бұл жерде жалпысын жазып алайық. N тең 11, 7-ге 4 қосамыз. Біріншісі қызыл болуының ықтималы P тең A тең M бөлінген N тең болады. Біріншісі қызыл болу. Жалпы қызыл қанша бізде? 4-те 11. Сонда бізде жалпы қызыл болуының ықтималы 11. Екіншісі ақ емес дейді. Бұл жерде қараңыздар, ақ емес деп тұр.
бұл жерде P тең A M бөлінген N. Бұл жерде ақ еместердің саны 11. Жалпы 11. Сонда бізде 1 болып саналады. Өйткені неге? Ақ емес деп тұр бұл жерде. Ақ еместер 11. Жалпысы да 11. Сонда бізде ақ емес болуының ықтималды қанша? 1. Келесі үшіншісін қарастырайық. Көп болуының ықтималды. P тең A M N. Көп шар бізде нешеу? 7. Жалпы жағдай 11. Сонда бізде жауабы көп болуының ықтималы 11-ден 7. Келесі 31 тәжірибе ойын сүйектерін лақтырылды. А, В, С және С оқиғаларын қарастырайық. А. Ойын сүйегінің жоғары жағындағы саны 12 бөлінеді. В ойын сүйегінің жоғары жағындағы 2 теңгі. С ойын сүйегінің жоғары жағындағы 2 бөлінеді. Төмендегі теңдерден қайсысы дұрыс жауаптарды түсіндірді дейді. Енді біз қарастырайық. Біріншісі не дейді? P A тең 1 бола ала ма дейді. Енді қараңыздар, бұл жерде бізде жалпы бізде қанша? N тең 6. Ал бізде енді қажет жағдай P A оқиғасында ықтималдық 1-ге тең бола ма? Ықтималдық 1-ге бұл жерде қазір көреміз. M тең 0-ге. P тең деп сразу ала берейін. M бөлінген N тең 0 бөлінген 6 тең 0. Сонда бізде бұл болмайды. Біріншілікті қате. Енді екіншісі P A тең 0 бола ала ма дейді. Енді осыны дәлелдейік. Бұл жерде N-іміз 6. Бұлда да M 0-ге тең болады. Сонда P тең M бөлінген N тең 0 бөлінген 6 тең 0. Бұл теңдік бізде орындалды. Енді үшіншісі P С оқиғасы 0,5 бола ала ма? Ықтималдығы 2-ден 1-ге тең бола ала ма деп тұр. Енді бұл жерде бізде жалпы жағдай бастапқы 6-ға тең болады. Енді қара С ойын сүйегінің жоғары жағындағы сан 2-ге бөлінеді дейді. Және бұл жерде 2-ге бөлінеді. 2-ге бөлінеді. Қажет жағдай бізде неше болды? Ойын сүйегінде 3. Және P тең M бөлінген N. Сонда 3-тен 6 екеуінде 3-ге қысқартамыз. Қалай кетті? Екеуінде 3-ге қысқартамыз. 2-ден 1-ге тең. Сонда бұл жерде бізде дұрыс болып есептелінеді. Енді төртіншісін қарастырайық. Төртіншісінде дейді. P негізінде басында кішкене стрелка болу керек. Қарама-қарсы деген мағына бұл. P тең 6-тан 5 бола ма дейді. Ықтималда. Енді бұны дәлелдейік. Бұның қарама-қарсының формуласы бар. Бізде оны формуласына қоя саламыз. N минус M тең N. Бұл жерде N-іміз N тең N 6-ға тең. Қажет жағдайлар саны бұл жерде бізге нешеге тең? 1-ге тең. Бөлінген 6. Сонда бізде қарайық. 6-тан 5. Яғни бұл жағдай бізде орындалып тұр. Бесіншісі не дейді? Бізде бесіншісінде PV оқиғасында 6-тан 1 бола ала ма деп тұр. 6-тан 1. Енді P M бөлінген N тең. Енді бұл жерде бізде оқушылар N жалпы бізде 6 дейді. PV 6-тан 1 бола ала ма деп тұр. Бізде M қажет жағдай бізде 1 оны. PV-ны сіздерге оқиық. Ойын сүйегінің жоғары жағындағы 2-ге тең деп тұр. 2-ге тең 1 оны. Сондықтан 1-ін аламыз. Сонда бізде 6-тан 1. Яғни бұл орындалып тұр. Келесі 3 есеміз қалыпты. Бұл жерде осы сыныпта 25 оқушы бар. Олардың 5-і оқушы өте жақсы, 12-сі жақсы, 6-ы қанағаттандырарлық деп баға алады. Қанағаттанарлық.
ал оқушының үлгерімі төмен. Ал оқушының үлгерімі төмен. Сыныптан кездейсоқ таңдап алынған оқушының үлгерімі өте жақсы немесе жақсы болуы ықтимал таңдар дейді. Енді қараңыздар, бізде n жалпы не тең? Неш 25-ге. Иә. Енді қараңыздар. PA қосамыз P-ға және жақсы және өте жақсыға. Бұл жерде бізде 5 оқушы өте жақсы оқиды және оның ықтималдығы 25. Өйткені барлық жағдай бастапқыда сіздер білесіздер, бәрін осылай жасап жатырмыз. Өйткені қажет жағдай м-ға барлық жағдайды n-ға қоя аламыз. Ал бізде 12 ол жақсы оқитын оқушылар және 25 жалпы. Енді екеуін қосу арқылы біз осы есептің шешімі таба аламыз. Және 25-тен 17 екен. Енді келесі екіншісі. 25 емтихан билетін 5 жеңіл билет. Ең қош кетекпен 1 билеттен алды. Бірінші оқушының жеңіл билет алуының ықтималы таңдайды. N жалпы бізде 25. М дейді жеңіл. Енді жеңіл билет деп тұр. Сонда 2 оқушының біреуіне де түсуі мүмкін. Сол 5 билет. Сондықтан біз жазамыз P тең М бөлінген N. P A 25-тен 5-те боламыз, 2-ні 5-ке қысқартамыз, 5-тен 1. Сонда бізде жауабы 5-тен 1 болады. Жеңіл билет алуының ықтималы 5-тен 1-ге. Келесі ойын сүйегін лақтырды. 3 немесе 5 сан түсуінің ықтималдығын таңдар дейді. Біріншісіне дейді 1. Ойын сүйегін сіздер білесіздер. Қажет жағдай бізге 2, жалпы жағдай неше бізде бастапқыда 6. P тең A М бөлінген N. Қажет жағдай 2, 6-тан 2. Сонда бізде 2 қысқартамыз, 3-тен 1. Сонда бізде 3-5 сан түсуінің ықтималдығы 3-тен 1-ге тең. Келесі екінші есеп. Екіншісін қарасақ 6 мен 5 сан түсу. Бұл да дәл осылай. М қажет жағдай 2, жалпы жағдай 6. Сонда P тең A М бөлінген N. 6-тан 2. Бұнда 2 қысқартамыз, 3-тен 1. Бұның да 6 мен 5 түсуінің ықтималдығы 3-тен 1-ге тең. Үшіншісі 7 сан түсуінің ықтималдығын қарастырамыз дейді. Бұл жерде қажет жағдай бізде 0 болып тұр. Жалпы жағдай бізде 6. Сонда PA тең М бөлінген N. 0 бөлінген 6 тең 0. Сонда бізде 0 түсуінің ықтималдығы 0. Енді құрметті оқушылар, біздермен А тобының есебін қарастырдық. Енді келесі тобының есебін қарастырып боламыз. Сау, сәлемет болыңыздар.